Ассалаумағалейкум достар, домалақ бастар. Чо там, қалайсыңдар достар? Короче, біз бүгін қараңыздар, кәдімгідей денемізді деген пытырлатып қойып тренировка жасайтын боламыз. Мына қараңыздар, мен деген өткен видеода осыны әрең тасып атыр едім, қазір деген смело тасып отырмын. Достар, өткен видеоны көрмесеңіздер, төбедегі ссылкаға өтіп көріп кетіңіздер достар. Так, біз күшімізді 1000-ға жеткізген болатынбыз, естеріңізде ма достар? Қараңыздар, жақсылап тренировка жасап алайық. Енді 290 мыңға тренировка жасайын деп жатырмыз. Қанша тренировка жасайды екенбіз примерно? Біз примерно 1000 бірдеңе, міне 1250-ге дейін жасаппыз. Мұнаны қараңыздар достар, өткен видеода біреуін таси алмай жатыр еді, қазір үшеуін алып алған, енді артына қарамай. Давай досым, сен тасып көмектесейін ба? Так, тасып көмектесеміз, былай өтейікші, өзіміз кінәр. Көмектесейін деп едім достар, үстіне шығып кетті менікі. Енді біз көмектескім келді, мен бірақ енді өзімдікін әрең тасып жатырмын, себебі енді білмеймін, номен қосып тасып көреміз ба достар? Давайте номен қосып бірге тасып көрейік үшеуін. Керемет, смело таситын болыппыз ғой достар. Так, номен 30, 20, 57 мың қосады, бір тасыған кезде 57 мың. Так, үшіншісі ең соңғысымен бірге қосып таситын болсақ, примерно 100 мыңдай қосайын деп тұр ғой достар. Смело болайын деп тұр ғой сосын. 100 мың очкодан ойлаңыздаршы, 10 рет тассақ 1 миллион болады. 1 миллион энергияны деген құртатын болсақ, кәдімгідей качок боламыз ғой біз дейтін, ё-ма. Енді өткен видеода мен көрсеткен болатын, мына жаққа өтіп баклажан тасып, баклажан деген не деген ауыр, ё-ма достар, кәдімгідей базар жоқ екен мен деген, кәдімгідей әрең таси алмадым ғой вообще мен деген, бір сәбіздің өзін таси алмадым. Ана бала аузын ашып қарап тұр, қараңыздар. Менің тасып атқаныма дейін кәдімгідей аузын ашып қарап тұр ғой достар. Ё-ма, базар жоқ брат деп тұрған шығар. Енді мен негізі осы баламен бірдей едім мен негізі. Просто ана жақта тасып мен не істедім де, күшейіп келдім. Базар жоқ енді. Өзі кінәлі, давай тасып көмектесеміз бұна жаққа. Жоқ, өзі смело тасып отыр достар, қараңыздар. Смело тасыды өзі. Біреуін ғана тасыды бірақ. Качок, бірақ енді базар жоқ, качок просто не ғой? Былайша айтқанда, качок бірақ болмайтын качок та. Короче, бұл шкаф болса, мен квартира болып тұрмын бұның қасында. Сол секілді ғой. Енді бұл ана жаққа бар тасып. Мұнаны қараңыздар достар. Ё-мое, мынау дейтін, білмеймін енді не деп айтатын. Бірақ бұған качок деп айтайын десек, қазір басқа біреулер келеді, вообще деп болады олар. Мынаумен қосып тасып көреміз. Мынау не, жай тасып қалам, осы бір түрлі, осы ше қисық тұрып қала ма сондай. Мұнаны қараңыздар достар. Ё-мое, не деген дәу мынау? Қайдан шыққан дәу? Ё-мое, мынау особняк па не мынау? Үй деп айтасың ғой бұны. Қараңыздар, смело оратылып тартып жүр ғой. Смело тартып жүр ғой вообще. Адам шаңғырлы көрмейді ғой мынаны, қараңыздар. Ё-мое, кәдімгідей смело тасиды. 96 мың очко қоса ма біреуі? Ё-мое, қайдан тапты мынау ма? Қалай ол достар, 96 мың қосып отыр оған? Базар жоқ, біз мынадайдан екеуін әрең тартып жатырмыз достар. Екеуін әрең тартып жатырмыз, қаншадан қосады? 12500, 25 мың очко ма сонда екеуі? Ё-мое, сонша тасисың, бірақ 25 мың очко ма? Мына лучше мына үшеуін, мына үшеуін тасыған жақсы ғой, чем ананы екеуін тасығанша. Аударылды достар. Кәдімгідей жестко мынау дейтін, ё-мое, осы карта ұнады маған, күшті екен достар. Сіздерге ұнап жатыр ма осы видеолар? Ұнап жатса комментарийге жаза кетіңіздер, мен бұны осы видеоны көбейтетін боламын. Немесе Маша мен Аю ұнаса, Маша мен Аю деп жаза кетіңіздер. Сол нені түсіретін боламын. Так, бағанағы бала қайда кетіп қалды? Бағанағы кішкентай качок тасып атыр еді ғой, білмеймін енді қайда кетіп қалған. Ол может бағанағы артқа кеткен шығар. Давайте на жақтан давайте тасып келеміз. Мынау не? Футболный не дейді? Футболный не ғой, білесіздер ма? Естеріңізде ма? Осын ойнап көрдіңіздер ма достар? Мынау хоккей не дейді? Бұл білмеймін енді, бұны ойнап көрмеппін мен. Бильярд обычный, сол бильярдты мен де ойнап көрдім. Так, мынау не? Автоматный машинка ғой бұл примерно. Бәрін қосып бірге смело тартып отырмыз ғой достар. Осылай тартқан жақсы ғой, чем ананы ең соңғындағы екеуін тартқанша, мынаны тартқан жақсы. Қараңыздар, қаншама очко қосасын. Бір тасыған кезде примерно бір 70-80 мың очко қосасын. Смело қосасын ғой, 70-80. Мынау үшеуін кішкене тезірек тартатын болды ма? Тренировка жасап келді ғой деймін достар. Давайте тренировка басайық осыған 581 мыңға. Пытырт етеді дейміз. Естіп тұрсыздар ма достар? Маған естіліп тұр, әйтеуір енді видеода естілмейтін шығар сіздерге. Қырт етеді ғой дейміз деген кәдімгідей. Міне тренировка жасап болып қалды уже. 1600-ге дейін кішкене қалды.
Жоқ, жетпей қалды. 1580 неміз күшіміз 1580 болды. Қараңыздар, вообще да болып кеттім мен. Бауырым деп тұрмын мынаның қасында. Мынау вообще в шоке болып қалды ғой. Бағана дейтін ема, өзі әрең тұрған адам, қазір вообще в шоке болып қалды ғой. Түсінбей қалды ғой. Так, енді футбольный, давайте хоккейный, смело сал, брат. Так, бильярдный, давай, смело, давай. Ең соңғысына дейін барып көреміз ғой, достар. Барлығын тартып көреміз бе? Мынаның өзі қиын болып кетті енді маған. Білмеймін енді, осыдан біреуін, екеуін, үшеуін алып көреміз бе, достар? Давайте үшеуін алып көрейік барлығын. Енді білмеймін, қатты қиындау емес, қатты қиын емес екен, достар. Қатты қиын болып тұрған жоқ, нормально, осылай тастасақ та болады екен. Қараңыздар, примерно 140 мың очко қостым ғой, ой, достар. Көрдіңіздер ме? 140 мың очко қостым. Осылай тасып 10 рет таситын болсақ, 1 лям 400 очко жинайсың, ё-моё. 1 лям 400-ге деген, ё-моё, қаншама тренировка жасайсың? Есі ойлаңыздаршы, достар, 1 лям 400-ге қаншама тренировка жасайсың? Мынау бейшара мынау тартайын деп жатыр екен, давайте, достар, кішкене көмектесіп жіберейік. Мынадан өзімізге қазір үлкен алып алайын. Потом сені ана жаққа қарай тартып апарып тастаймын, бауырым. Бауырым, сен лучше артқа қайтып тренировка жасағаның дұрыс еді. Артқа қайтып тренировка жасап, там очко жинап, одан кейін күшейіп келсең, тренировка жасап келсең, мына жақта смело тартасың да, просто қазір толку жоқ, достар. Лучше бар ғой, ана жақта өзің таси алатын жеріңе барып, базар жоқ, мынау не деген качок мынау? Ё-моё, достар, көрдіңіздер ме? Не деген качоктар бар? Лучше бар ғой, өзіңнің таси алатын жеріңе баруың керек, и сол жерде смело тасу керек қой. Енді мына жер маған смело таситын болып кеттім қазір, ше. Осы жерде тасу керек. Мен қазір если баклажанға қарай өтіп кететін болсам, ол жақта деген кәдімгідей қиын да уже маған. Барам да, в общем, тырысып очко жинай алмай қалам да. Қазір мен мына жердің өзінде қиналып тасып жатырмын. Мен қазір кішкенеден кейін уже маған бұл жер смело болып кетеді, себебі мен қазір тренировка жасап аламын. Базар, мынаның қасында мен почти бірдей болып қалдым, достар. Давайте бауырым, сен ол жаққа қарай емес, артқа қарай қайтасың. Бауырым. Мынау да бір бауырым күшіне қарамай күш иесін танымас дейді, бірақ білмеймін енді бұл бауырымыз күшейіп кетуі мүмкін. Мынаның қасында бағана кішкентай болып тұр едім ғой, бағана естеріңізде ма? Мен бағана базар жоқ деп жатыр едім, енді қазір примерно бірдей болып қалған ғой, достар, қасында. Енді бұл жерді смело тартады, барлығын жинаса. Мен енді кішкене қиналыңқырап тартам енді. Бірақ нормально болады енді, бізге де шүкір осығанда. Кәдімгідей нормально тартып жатырмыз ғой бізді. Енді барлығын жинап тұрып енді бұл бауырымызбен давайте до конца тартамыз, достар. Жеткізбейміз ана жаққа қарай. Кім күшті екен, давай бауырым. Бауырым, сен сәл-пәл шетке қарай тартсайшы, болмаса біз тұра береміз осылай. Или мен тартайын ба шетке қарай? Болмаса давай шетке қарай тарт кішкене. Ё-моё, мынау деген кәдімгідей екеуміз тіресіп қалдық, енді не істейміз? Ё-моё, қараңыздар, достар. Кішкене шетке қарай тартпасам, мынау тұра беретін түріміз бар мына жерде. Лучше мына жаққа тез апарып тастайын. Қазір қайтадан жинап келеміз. Так, мынаны қараңыздар, әрең тартып жатыр ма? Не істеп жатыр? Әрең тартып жатыр, достар. Лучше мына жақтан кішкентай жағынан бастасайшы, бауырым, сен басың істей ме? Қараңыздар, ё-моё, басың істесе мына жақтан қарай тарт. Мына қараңыздар, ана үлкенді қараңыздаршы, вообще денесіне мақтанып жүр ма біздің қасымызға келіп, білмеймін енді. Солай секілді көрініп тұр маған, достар. Мынау деген, ё-моё, көмектессеңдерші кішкене, сендер жүгіріп жүре бермей просто так. Бізге көмектеспей ме, достар, тартысып кішкене. Мынаны қараңыздар, енді мына екеуміз енді тұра береміз бе осылай? Бауырым, осылай тұра бересің бе енді? Мен тартсам, қараңыздар. Мынау кәдімгідей бас істей ма мынаның? Ё-моё, кішкене шетке қарай тартпасам, мынау дейтін тұра беретін түрі бар. Давайте, достар, тез тасып тастайық, тез очко жинап. 500 мың очко болыпты бізде, достар. Давайте осыны тасып болып тренировка жасаймыз ғой, не істейміз? Осыны тасып болып тренировка жасап аламын деймін. Білмеймін, давайте очко жинай берек, әйтеуір. Сосын тренировка басып тұрып істейік. Сонымен керемет боламыз, достар. Давайте тағы бір барып келейік. Қараңыздар, қиналып жатыр ғой мынау дейтін. Ё-моё, кәдімгі қиналып жатыр мынау деген. Әрең тасып жатыр ғой. Мен жақсымын ба дедім бұның қасында, себебі мен денем уже качоктанған дене да, білесіздер ме? Өздеріңізде алдыңғы видеоларда, басқа видеоларда мен денем кәдімгідей ірі болып тұратын еді ғой, бұл кішкентай балаларды білесіздер ме? Әр кезде айтып жүретін едім осылай, тренировка жасаймын деп. Негізі мен видео жасама, ол кездер видео жасамас бұрын андай нелерге тартылып, турниктарға тартылып осылай денемді іритіп алған болатынмын. Одан кейін енді денеміз ірі болғандықтан бізге бұндай нелер оңай да, достар. Бәрібір бізге бонус ретінде болады десем де қателеспеймін. Мынау деген әлі жүр ғой, мынау қиналып, мынау дейтін екеуміз тұра береміз енді осыны дейтін.
Білейін, бауырым, сен маған кедергі келтіріп жатыр мынау ше, шынын айтқанда. Кедергі келтіріп жатыр, әйтпесе мен бағана 1 миллион очко жинап тастап тез уже не істейтін едім, достар. Біреудің несін тасыған кезде еще қиын болады, достар. Мен соны байқадым. Мысалға, біреу бір не тасып жатса, сен сондайдың өзің үшеуін таси аласың да, анаған біреуін тасып көмектесе аласың. Сол ғой, өзіңдікі болса смело тасисың да, біреудікі болса қиналып тасисың. Анау енді түсінген секілді қараңыздар, ана кішкентай жақтан жинап келіп тез енді тасып жатыр смело. Енді тағы үшінші біреу келді ма, не істедім мына жер деген, ё-май, вообще таси алмайтын сияқтымыз ғой мына жерде. Былай артқа қарай кішкене, артқа қарай мына жақпен жүріп тасиықшы, достар, ё-май. Қиналып кеттім ғой мен дейтін, ё-май, мыналардың қасында жүріп мен қиналып кеттім ғой, мыналар емес. Кәдімгідей кішкене шетке шығып солай тасымай ма, достар? Мынаны қараңыздаршы, енді денесі кішкене нормально екен. 1 лям очко болып қалды почти, достар, бізде. Осы 1 лямға жеткізіп тастайық, давайте. 1 лямға жеткізіп, одан кейін барып тренировка жасақ, басып тұрып 1 лямға қанша тренировка келеді екен, достар. Білмеймін, мен 2К жетпейді бәрібір. 2К жетіп қалам екен әлде. Қалай ойлайсыздар? 2К жетеді ау осы. Так, міне 1 лям. 1 лям 40. Так, давайте, достар, тренировка жасап қайтайық. Мына бауырымыздан да ірі болып кетейік, давайте. Бұл бауырымыз енді жолда қалып қойсын біз үшін. Гантельдер кішкентай болып қойған ғой, мынаны үлкеннен ең үлкеннің өзі кішкентай. Бір очконың өзі 10 000, бір тренировканың өзі 10 000, достар. Қараңыздар, уже мен почти что 800 000 жасап тастадым. Қараңыздар, уже 2К-ға сәл-пәл қалды, кішкене қалды, достар. Қараңыздар, 2К болады скоро. Қараңыздар. Давайте, достар, осы жерге дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп кетіңіздер, 1000 подписчикке жеткізіп тастайық. Мен енді мына күшімді 2000-ға жеткіздім. Сіздер 1000 подписчикке каналды жеткізіп тастаңдар, достар. Давайте, тіркелмей көріп отқан болсаңыздар, тіркеліп көріңдер. Қараңыздар, бағанағы адамдардың орындық тағы біреу келді, қараңыздар. Ё-май, мен секілді енді. Мен қандайым, сол секілді мен секілді біреу келді тағы. Смело тартып жүр ғой, мыналардың барлығын жинап тұрып, смело тартып жүр ғой. Мына қараңыздар, бағанағы бауырымыз ғой мынау дейтін, қиналып әрең тартып жатыр. Енді білмеймін, енді маған оңай болып кетті мынау дейтін. Так, давайте надан не алып жүрейік, кішкене баскетбольный. Маған беріңдерші баскетбольный тұсын, болды, мен ана жаққа қарай, мына жаққа шығып тартам. Қараңыздар, қиын болып кетті ғой, себебі мына жерде 3 адам жүрді, біз үшеуміз бір дейміз да, қараңыздаршы, бәрін бірге жинап тартамыз. Но қиналып тартып жатырмыз, ауызбіршілік жоқ болып тұрды, былайша айтқанда. Былай қарай шетке шығарып алайын десем, шығара алмай жатырмын, достар. Мыналар дейтін, в общем, кедергі келтіріп жатыр маған ше, бағана мен уже қаншама очко жинап тастайтын едім, достар. Кедергі келтіріп, қиындық келтіріп жатыр. Қараңыздар, примерно 140 000 очко кететкен. Қараңыздар, не істеп отыр мына жерде деген. Не болып отыр, бауырым? Сен олай не қыла берме, сен бағанағы үлкен еді ғой, білесіздер ма? Сен бауырым маған тіресе берме, бауырым. Тыныш жүр, түсіндің бе? Мен енді сенен ірімін. Мынау енді базар жоқ, бауырым, менен ірі екен. Жүр кеттік, бауырым, бірге қарай тасиық. Осылай енді үлкендерге кішкене жағымпазданып қоямыз, әйтпесе бұлар деген біз жеп қою мүмкін. Ана кішкентайларға енді ұрсып, не істеп, ақыл үйретіп солай жүреміз ғой енді, достар. Сіздерде де солай ма? Так, енді бізде баскетбольныйдан, мынау қайтадан артқа қарай жүгіріп жатыр. Бауырым, сен артқа тұра тұр, не қылса екеуміз тасып жатырмыз, качоктар тасып жатыр. Сен болмаса демала тұр ана жақта. Осылай енді қанды ішеді ғой мыналарды, қараңыздаршы, бәріміз бірге деген қиналып тартып жатырмыз ғой. Енді мынаға мен тартсам енді ештен кетпейді, маған бірге екеуміз бірге тез тасимыз да, анау деген шиеленістіріп вообще бытшын шығарып тастайды ғой мына жерден. Мынаны қараңыздаршы, мына качоктар денелеріне мақтанып жүр ма, не істеп жүр, достар? Денелерін жынды маналар теуіп жатқан несі, мен бастарына істемей ма сендердің? Ешшак екен, достар, бәрі мен теуіп жатқан несі екеулеп. Денелеріне мақтанып жүр ма? Денелеріңе пантап атса етпеңдер, біз де тарта аламыз ондай заттар. Давайте тартып көрейік, баклажанды өткенде тарта алмап едік қой, достар. Тарта алмап едік қой, үшеуін тартып көреміз бе, достар? Енді смело кішкене оңайлау болып отыр екен, достар. Қараңыздаршы, кішкене оңайлау болып отыр екен. Қанша қосып? 25 000 очко қосып, 75 000 очко ма сонда? Ё-майо. Мына сонда трактор тұр, көрдіңіздер ма? Өткен видео, бірінші видеоларда айтып кетіп едім, мен трактор тасимыз деп. Білесіздер ма? Естеріңізде ма, достар? Сол трактор тасимыз, енді білмеймін, енді ол 100 000 очко қосатын секілді менің ойымша. Қараңыздар, трактор алды, достар, анан қараңыздар, смело тартып отыр ғой, достар. Ё-майо. Мынау дейтін кәдімгі качок екен, бірақ денесіне деген кәдімгі панцоват айтып отыр. Давайте трактор тартып көреміз ғой, достар. Трактор тартып көрейік. В общем, достар, видео аяғына жақындап қалды. Соңына дейін көрген болсаңыздар рахмет. Ал мен сол тракторды тарта алмай тырысып жатырмын. В общем, видеоны аяғына дейін көрген болсаңыздар рахмет. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.